Renault Logan Stepway. Мотордың және коробканың майын айырбастау керек болып тұр бұл машинеге. Коробка автомат. Ол үшін капотты ашамыз. Машинені мынандай эстакада тұр машинеміз. Эстакада міне жақсылап көрсетіп қояйық. Көтеріп қойдық машинені. Мына жақ төмен болғаннан кейін астына тақтай қойдық. Міне машинені көтердік. Астына кіру оңай. Капотты ашамыз. Так, біріншіден бізге мына жерден коробканың майын айырбастау үшін мына воздушный фильтрлерді шешу керек. Міне. Так, бірінші өшеттен мына яқтан оң кілтпен шешеміз. Бес қырық мотордың майы. Мынау коробканың майы. Автоматты коробка передач. Мынау фильтр. Ауа фильтрі, воздух соратын, ауа соратын. Мынандай инструменттер керек. Осы май айырбастау үшін керектіктер. Мына кілт май айырбастау үшін кілт. Коробканың майына 8-дік. 6 қарлы. Оң кілтпен ақтағымыз. Ақтып жатырмыз. Ақтқаннан кейін ақтып алдық. Қоямыз. Суырып воздуханды. Бұны воздушный фильтр воздуханды аламыз. Енді мына ішінде фильтр бар. Воздуханның мынандай кілтпен ақтағымыз. Ақтағымыз. Екі болып берді. Міне алтып қойғам. Енді мынада воздух несі бар. Мотордан воздух соратын шлангысы бар. Бұны ақтып, мына екеуін қысып, ақтып, бұлай қоямыз. Одан кейін фильтр шығады. Фильтр шығады. Фильтрден алдық. Міне фильтр. Фильтрі мынау. Бұны мен көктемде, күзде салғам. 30 мың жүрді. Міне фильтрді суырып алдым. Қараңыздар. Қандай не болған. Түрлеп кеткен. Фильтрді коробканы ашып, жаңа фильтрді аламыз. Міне жаңа фильтр. Жаңа фильтр. Жаңа. Бұны саламыз. Орнына жақсы кіру керек. Фильтр дайын. Бұны ең артына саламыз. Мына кардонды бұзып, коробка болған бұл, үлкен. Соны бұздым. Енді бұны машиненің астына саламыз. Мына жаққа. Қазір сонда астында жаққан ыңғайлы болады. Салып, төсеп қойдық. Міне машиненің астына төсеп қойдық. Қазір астына ашамыз. Астында бұның защитасы бар. Астыңғы жағынан су үстіге шашыратпайтын защитный несі бар. Сол защитасын аламыз.
защитасын алуға мынандай кілт керек. Мінекей, ондық. Осыған 10 головканы кигіземіз. Ол міне. Міне 10 головка. Осыны мынаған кигіземіз. Анау удлинителі. Анау головкасы. Басып. Міне кигіздік. Осымен шешеміз. Бізге керек кілт. Мәшиненің астындағы защитасын шешеміз. Осы кілтпен. Мынаның астында 5 болт бар. Соны шешу керек. Мына баклажканы пышақпен жерінен кесіп аламыз. Кестік. Кесіп алып тастадық. Мынандай шестигранник, мен бұны квадрат қып жасадым. Өзім таштетіп, квадрат. Астыңғы пробкалар шешусін осындай квадрат керек. Шестигранникті осындай қып кестім. Но баклажкамыз қазір май ағызамыз. Мотордың асты. Но мотордың майын ауыстыратын. Бұғанда міне жаңағы квадрат күріш. Төртбұрышты мынау коробканікі. Мынау бізде АКП. Автомат коробка. Міне осыны ақтамыз. Ақтып жатырмыз. Қазір май ағады. Так. Май ағып болды. Шыққан майымыз. Біздің бұл жерде екі жұмысы бар. Қазір мына жерде трубочка бар, соны ағыту керек. Мынау сол трубочканың астындағы майы шыққан. Шестигранник күрішпен жерде колба дейді берді. Колба бар, соны ағытамыз. Мінекей ағытып жатырмын. Жалғыз өзім түсіріп нетуге ыңғайсыз да болады. Міне колбамызды ағытып жатырмыз. Бұны колба дейді екен. Осыдан май құйғаннан кейін так бұл енді май ағады. Сол үшін біз мына жерге май құятын немізді дайындап алайық. Міне дайындадық. Шелекке кеп қойдық. Астына енді ағытып аламыз. Май ағады. Май ағып жатыр. Май ағып жатыр. Енді күтеміз. Міне біздің колбамыз. Мынау колба. Мынандай жақ. Шестигранник. Осындай колба. Жерге қойып қоямыз. Мінекей. Көктем. Бүгін күн жақсы. Қар жауады деп еді, жаумады. Күн өте жақсы болып тұр. Қазір май ағып жатыр астында. Енді мынау коробкамыздың үстінде не бар? Пробка бар, май құятын. Соны ағыту керек. Ол да төрт бұрышты шестигранникпен. Ол міне тұр. Кілтті салдық. Енді оған мынандай трубкамен трубканы кигізіп босатып аламыз. Босады. Ағытамыз. Ыңғайсыз. Ағытылады. Ағытылып жатыр. Көрейік. Қолымызбен бұралам екен. Бұралып жатыр. Міне. Ағытып алдық. Шестигранник. Ағытып алдық. Бір жерге қоямыз. Біздің жаңа мотор 16 клапан. Объем 1,6. Бұл мотордың объемы 1,6. Реммен ауыстырған кезде мына екі пробканы шығарып аласыздар. Міне біреуі, міне екіншісі. Бұл реммен ауыстырғанда
шығарып алынады. Бұл қайтадан салуға жарамайды екеуі де. Жаңасын алып келіп қайтадан саласыздар. Жерге қоятын өзінің несі бар. Кигізіп, ремен ауыстырған кезде. Енді қазір мая түгел ағып бітсе, болып қапты. Қазір қайтадан. Мынау фильтріміз, мынау жаңа алдында қызған колбаның астындағы май, мынау колбаны алғаннан кейінгі май. Осылай майын ағызып алдық. Бұны 2 рет айырбастау керек. Орыстар чистичный дейді. Мынаны бір айырбастап, 2000 километр жүргеннен кейін қайтадан осылай айырбастап, одан кейін 30.000 километр жүруге болады. Менің май болатын колбам изолентмен орап қойғам, шаңғырмеsin деп, өткенде май айырбастағанда. Енді міне колба. Бұны да қолдан жасанған, мына жаққа шланга кигіздім міне. Шланга кигізіп, жерге түтікше орнаттым. Мына баклажканың үстіне мына жерін изолентмен орап тастадым міне. Мынау изоленті міне. Мынау кәдімгі өзіміздің баклажка кесіп, май оюға жасап қойғам. Май сыртқа да ағыпты. Енді бұған колбамызды, мына колбаны саламыз. Орнына салып, нәжірет етіп, бұраймыз. Сіздердің да звездка салып отыр деп ойламаңыздар. Менікін ана неде май айырбастайтын центрлерді айырбастап, несін құртыпты, шестигранитті. Мен оған мынандай жұлдызшаны пайдаланып жатырмын. Өзім осыған ыңғайлап қойдым. Жақсы. Енді тартамыз. Ақылпен жақсылап тұр. Бірақ қатты бұра қоймайды. Ақырындап бұрап қою керек. Қатты күшпен бұрауға болмайды. Енді пробкасын салмаймыз. Төбесіне май қоямыз. Мынадан май тамшылағанда пробкасын бұраймыз. Бұрап, одан кейін көрсетем тағы да ана бірінші алған 1 литр ма, 1 литр жарымдай майды құямыз. Міне біз түтікшемізді кигіздік. Пробка алған жерімізге түтікшені кигізіп, қазір май құямыз. Майымыз Таташи, Япониянікі, таза май деп, ылғи осы майды құйып жатырмын. Қазір ашамыз. Мына пробкасы қазір оған бір отвертка керек. Отверткамен тартамыз. Болды. Енді мынасы соғып кетеді. Ашылды майымыз. Қазір құямыз. Міне май құямыз коробкаға. Майдың түсі осындай қызыл. Астына қарап қойшы, май тамшылады. Алда, телефонмен. Жоқ. Тамшылап атқан жоқ. Тамшылады. Енді пробканы жабамыз. Nerede may aktı, енді пробканы жабамыз. Açık mı? Aç. Hani спомагательмен тұрбамызбен тартамыз. Асағат тартуға болмайды, әлумен ғой. Ақырын ғана күштеп қоямыз, болды. Енді осыншама майды қайтадан құямыз. Мына пробканың алдындағы май
жаңағы пробкаға дейін майды құйдық, енді пробкадан кейінгі майды мынаға доливать етеміз. Осынша майды қайта құямыз. Таза майдан. Өзімізге керек майды мына баклажкаға құямыз. Қанша керек? Сонша майды құямыз. Болды. Құйып алдық. Осыны үстінен қайта құямыз. Міне май кетіп жатыр. Осымен қозғалтқыштың майын құйып болдық. Мына жалғыз болғаннан кейін мына қозғалмасын деп ары бері байлап қойғаным. Қазір пробкасын жабамыз. Міне болды. Пробкасын қайта бұрап қойдық орнына. Осымен май айырбасталып бітті. Автомат коробкадан. Қайтадан жинаймыз. Воздух ауа шығатын фильтрі. Содан кейін воздух ауа қайтадан саламыз. Жігіттер, машинеміз қызды. 80 градусқа келді. Енді сцеплениені басамыз. Онан кейін қазір бізде парковкада тұр. Енді бұны артқы скоростьқа саламыз. R-ға салдық. R жақта. Енді D-ға қоямыз. Жүру ережесіне D-ға қойдық. Міне D-да тұр. D-ға қойдық. Енді бұны біздің ана үлкен жылдамдық, кіші жылдамдық деген мұнда бар. Оларға төбеге көтерілгенде, биік жерге көтерілгенде қосатын. Соған қосамыз. Мінекей қостық. Қосылды. Қайтадан артқа қоямыз. D-ға. Енді ортаңғы N дейді положение. Бұл орталық машиненің өз несімен істеп тұрған жағдайы. N. Одан кейін қайтадан R-ға қоямыз. Артқы неге қозғалысқа. Одан кейін парковка дейді. P. Бұл қоятын біздің машинені. Келтіреміз. Қайтадан машинені артқы неге қоямыз. R-ға. Одан кейін D-ға қоямыз жүретін. Машина істеп тұр. Енді қайтадан нейтральный дейді положение. Бұл машиненің өзінің тұратын орында тұрып істеп тұратын уақыты. Қайтадан R. Мінекей қайтадан P дейді. Парковка дейді оны. Енді сіздерге бір айтатыным, машинені тоқтап өшірген кезде осы P положениесіне қоюдың алдында сіздер мысалы міне D-мен кеп тұрдыңыздар. Сол кезде нейтральный положение дейді. Мінекей N-ға қоямыз. Бұл машиненің өз қалпында істеп тұратын жағдай. Содан барып өшіретіннің алдында бұны парковка дейді. P-ға, значит, тұрақ орнына мінекей қоямыз. P. Бұл дұрыс қою машинені. Сол кезде коробкаға ешқандай қиындық түспейді. Осыны ұғып қойыңыздар, құрметті жолдастар. Осы P жағдайында мына қозғалтқыштың жылдамдығын көбейтіп көреміз. Бір қалыпты істеп тұр. Бәрі бір қалыпты. Енді артқы режимге қоямыз. Мінекей, артқы режимге қойдық. Машинені мына көтеріліп тұрған көтергіштен төмен түсіреміз. Ручникті жібереміз. Енді машинеміз артқа кетеді. Машина сторона. Енді бұны ортаңғы N деген бұл нейтральный положение дейді орысша. Қазақша орталық машиненің тұрақты жұмыс істеп тұратын әрпі деген. Енді осыдан барып парковкаға қоямыз. Мінекей. Ручникті тартамыз. Болды. Енді машинені мінекей мынандай қалыпқа келді. Өшіруге болады. Қорғаныс мүшесін орнына қойдық. Значит, защитное устройство дейді. Қорғаныс мүшесі орнына қойдық. Бәрін тексеріп шықтық. Бар түгел. Еш жерінен май ақпайды. Бәрі дұрыс. Енді келесі
2000'dan кейін қайтадан осылай жұмыс жасаймыз. Оны сіздерге тағы да көрсетемін. Машинаны оталдырып, енді биіктік құралдан төмен түсіреміз. Артқы ер қоямыз, ручник жібереміз, түсіреміз. Ақырындап. Түсті. Дұрыс болды. Мотор дұрыс жұмыс жасап тұр. Бәрі ойдағыдай. Renault Logan машине жұмыс жасап тұр. Қылдай. Қозғалтқыш қорабының майы айырбасталды. Бәрі ойдағыдай. Келесі түсірмемде, құрметті жолдастар. Тағы да осы Renault туралы жөндеу, май айырбастау, басқа жерлерінде ұқыптау мәселелерін көрсетеміз. Менің түсіріліміме тіркеліп, лайк басып қоюларыңызды өтінемін, құрметті көрермендер. Бұл қазақша. Нұрахметов Серік.